Тильдамен танысу кісілерге берген ссылка арқылы қазір регистрация жасаймыз. Мына жерде 0 күн дейді. Бұл енді танысу күні. Бұл жерде мына ссылкамен өтіп, сіздерге тильдаға тіркелу керек болады. Регистрация. Есіміңізді жазасыз. Бұл жерге мен жерге почтамды жазамын. Зарегистрироваться деп басамыз. Бұл жерде кейбір кісілерде осына яни робот деп шығады, немесе Google суреттер сұрап шығады. Сонысы мотоциклдің суретін сұраса, мотоцикл ненің картинкасын сұрайды. Светофор десе, светофордың жаңағы суреттерін өздеріңіз белгілейсіздер. Создать новый сайт. Бұл енді автоматически өзі шығады. Бұл жерден енді мына жерге кез келген сөзді өздеріңіз жазасыздар. Өздеріңіздің есімдеріңізді ма, содан кейін создать деген кнопканы басамыз. Бұл жерде ең основной біздің жасау керек нәрсе, бұл профильға кіріп, электронный почтамызды подтверждение жасаймыз. Бұл подтверждение жасалмаса, жасаған жұмыстарыңыз кез келген уақытта жоғалып кетуі мүмкін. Сондықтан профильді жақсылап толтырамыз. Аты жөніңіз Мейіржан, өздеріңіздің аттарыңызды жазасыздар. Жаңағы электронный почталарыңыз. Тілді таңдасаңыздар болады. Орысша, ағылшынша. Мына жерде Қазақстан дегенді міндетті түрде белгілеңіздер. Енді бұл нағыз жаңа сайт маманы болып жұмыс істейтін болсаңыздар, кейін сіздерге міндетті түрде керек болады. Оплата жасауға, немесе тарифтарды төлеуге, немесе жаңағы осы тильда платформасы арқылы өзіңізге жұмыс іздейтін болсаңыз. Енді қараңыздар, мына жерде сохранить деген кнопканы басамын, бірақ мен подтверждение жасаған жоқпын. Почтаға кіреміз, почтада міндетті түрде келіп тұрады подтверждение. Соны қараймыз, мына жерде. Так. Өткізіп алмай жақсылап бәр жерді қараңыздар. Онда келмесе подтвердите ваш email дегенді еще раз басамыз. Сосын сообщение келді ма, келмеді ма, обновление жасап. Міне, көрдіңіздер ма, мына жерде қайтадан маған 2 рет отправить етіп тұр. Подтверждение email на тильда. Осыны басып, подтвердить email дейміз. Бұл біздің регистрациядағы ең основной жасау керек жұмыстарымыздың бірі. Парақшаны обновлять етеміз. Болды, мына жердегі кетіп қалды. Сохранить. Бұдан кейін біз уайымдамай, спокойно осы парақшада жұмыс жасай берсек болады. Екінші біздің білу керек нәрсеміз тариф и оплата. Бұл тариф и оплата бұл жерде тіркелген уақыттан бастап, ең бірінші күннен бастап, екі аптаға сіздерге бесплатны тегін тильданың қызметін пайдалануды көрсетеді, мүмкіндік береді тегін пайдалануға. Осыған біз активация жасаймыз. Негізі айына ең арзаны 4500 теңге, немесе жылына бір рет 36 000 теңге төлеп қойсаңыздар болады. Мына жерде активация жасаймыз. Бізге 2 апта тегін беріп тұрған мүмкіндікті пайдалану керек. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір бізде 26-сы наурыздың, бізде жаңағы апрельдің 9-ына дейін 2 апта біз тегін платформаны пайдалануға мүмкіндік беріп тұр. Бұл жерде тарифтардың түрлері көп, бірақ үлкен бизнес сферада жұмыс істемесеңіздер, сол бастапқы осы 2 тарифті пайдаланғандарыңыз жөн. Free деген жаңағы біз тіркелген, бұл жерде бір сайт 50 страница жасай аламыз. Бұл енді кейін тереңірек оқыған кезде бұны түсінетін боласыздар, не үшін бұлай жазылып тұр.
тағы тариф сонымен бітті. Екінші нәрсе, Тильданың основной страницасы мынау бізде бір сайт деп аталады. Осының ішіне кірсеңіздер, бұл жерде бірнеше парақша жасауға болады. Кейін жұмыс барысында өздеріңіз оны түсініп кетесіздер. Қазір оған уақыттарыңызды миларыңызды ашытпай ақ қойыңыздар.